Көп жағдайда көз тәрбиесіне мән бере бермейміз. Ата-аналарды жинап, осы балаларға деген қарым-қатынас, балаға деген тәрбие туралы өте керемет тақырыпта болды. Бұл тақырыптың осы ата-аналар тыңдаған ата-аналардың өздерінің сезімдері, ішкі сезімдері бір баладай өздерін сезді деп ойлаймын. Менің жалпы өзім жеке басым сезгенім, мен өзім бір баладай сезініп, балаға деген тәрбиені қалай беру керек, мен мына жерден үлкен бір сабақтар алдым. Сабақ ол адамның алуы ең бірінші осы жүректен болады. Өте жақсы. Бұл сабақ әрқашанда болып тұрса екен деп ойлаймын. Жиі болса, сол кезде ата-аналардың балаға деген қарым-қатынасы, сәбилерге қарым-қатынасы өте үлкен көлемде өзгереді деп есептеймін. Менің алған әсерім шексіз, өте күшті. Жүрегім бір аспанға көтеріліп, қайтадан жерге түскендей болды. Оны тілмен жеткізу өте қиын. Тақырыбы да өте керемет. Әрбір сұрақ қоясың, бала мен ананың арасындағы, ата-ананың арасындағы жалпы, және әкенің өзінің орны туралы, ананың орны туралы қандай сұрақтар қойсаңыз да, жаңағы лекция жүргізген жігіт жақсы, өте керемет түсіндіреді екен. Бақытты бала әке шешесіне даусын естірте алған бала. Бұл жердегі мәселенің сыртқы даусы емес, ішкі жан дүниесінің даусын естірте алған бала. Сезімдерін бүгінгі мына қазақи түсініктегі, қазақи форматтағы бала тәрбиесі, мына Мағжан Жұмабаев сияқты қазақтан шыққан ұлы тұлғаны еңбектерін ала отырып, соны еңбектеріне сүйене отырып жасалған бүгінгі семинар өте бір жақсы и алдағы уақытта жемісін береді деп ойлаймын. Бала ол өмірде үйренген нәрсесін бірінші кезекте ойында қолдана бастайды. Жалпы орталық қызмет туралы айта кетсеңіз? Біздің орталық бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығы деп аталады. Жұмыс істей бастағанына 2 жылға жақын уақыт болды. Осы 2016 жылдан бастап біз халыққа семинар бере бастадық. 2016 жылдың қысқаша есебін айта кететін болсақ, 2016 жылы біз Қазақстанның 7 қаласында 45 семинар өткіздік. Негізгі семинарларымыз бойдақтарға, жастарға арналған семинарлар және сонымен қатар бала тәрбиесіне арналған семинарлар болып есептеледі. Біріншіден бала тәрбиесіне байланысты осы жастарға арналған бала тәрбиесіндегі негізгі қағидалар. Одан кейін екінші балаңыз бақытты ма деп аталатын семинарымыз бар. Ол жерде біз негізінен біздің қоғамда қалыптасқан бала тәрбиесіне байланысты қате түсініктерді қарастыруға тырысамыз. Дұрыс деп ойлап жүрген, бірақ қате түсініктерді, балалардың сезімдеріне кері әсер ететін түсініктерді қарастырып, солардың дұрыс шешімін көрсетуге тырысамыз.